Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Жас жігітке ғашық болған 50 жастағы әйелдің махаббат оқиғасын айтып беретін боламын. Жасы 50-ден асқан әйелге дене сымбатын бұзбай қалыпты ұстау оңай дейсің бе? Бөксе мен іштің майын жасырғанмен беттің әжімін қайтесің? Апталап сан салонында сылақтанатын уақыт қайда? Аптаның 5 күн жұмыс, қалған 2 күніңді өзіңе қарағандай боласың. Демалыс күндердің өзі қонаққа бару мен қонақ күтумен өтеді. Осындай оймен толыса бастаған, көңілі толмай жүрген жібек күнде ертегісін сағат 6-да тұрып жүгіруді, жаттығу жасауды әдетке айландырады. Қимылы ширап, дене бітімі сұлулана бастағаннан байқап, таңғы жаттығуға құлшынысы артқан. Бүгінде таңғы 6-да далаға шыққан, себізгілеп жаңбыр жауып тұр екен. Жүгіріп үйге кіріп, қол шатырын алып, әдеттегі жолмен ботаникалық сабаққа қарай бүліктей жүгірген. Бүліктеніп келе жатып аспанға қарап еді. Аспанды түгел қара бұлт көмкеріп сұрланып алыпты. Жаңбыр әзірге басылғандай емес. Ақмешіт көшесін қиып бет өтіп, Бұхар жырау көшесіндегі жаяу жүргіншілер жолмен сабаққа жеткен. Жаңбыр жауып тұр демесең, таңғы сау ауа, бақтағы кеше, алуан гүлдер мен ағаштардың жұпар иісі мұрныңа құттықтайды. Терең тыныс алып, еркін жұта бересің. Жібекке сіркіреп қана жауып тұратын сірке жаңбыр бала күнінен ұнайтын. Бала кезінде осындай жаңбырдың астында қолын көкке жайып, бетіне тиген жауынды қызықтап асыр салушы еді. Қол бұлғап алыста қалған шіркін балалық, жаяу жүргіншілердің жолына түсіп келе жатып, балалығын сағынды. Маған балалығымды бір күнге берсе ғой деп ойлады. Берсе не істемек? Алаңсыз асыр салмақ па? Жастықтың қадірін кім білген десеңші? Адам баласының жасын ұлғайған сайын балалығын жирек сағынатын несі екен? Соңғы сәттерді жаны құлазып өткен күндердің сағынатын болыпты. Жалғыздықтың сағыныш пен мұңға жетелейтін заңдылық шығар. Сағыныш арқалап жүгіріп келе жатқан келіншек жылдамдығын үдеткен. Манадағыдай емес, бақта адам қарасы көбейіпті. Сірке жаңбыры толастар түрі жоқ. Жолдың бұрылғысына келгенде таяғы тайып кетсін, оңбай құлады. Көзі қараулатып кетті. Қас пен көздің арасында болған оқиғаны артында жүгіріп келе жатқан жігітке көрген. Көргенде көмекке ұмтылған. Қолтығымен сүйеп тұрғызып жатыр. Келіншек тұрмақ болып, өз ие болмай қисая берді. Құлап бара жатып, бейтаныс жігіттің мойнына бас салған. Жігітте құшақтап ұстап қалды. Жігіт жібекті көтерген бойда жақын арада тұрған орындыққа отырғызып тіл қатқан. Қатты құладыңыз-ау, басыңыз айнала ма? Не болғанын түсінбей қалдым. Жығылып тұра бергенде басым айналып кетті. Қазір өзіңізді қалай сезіндіңіз? Рахмет сізге. Аяғым қақсап тұр. Буын тайып кеткен жоқ ба? Білмеймін. Жігіт жібекті демеп құшақтаған. Қане жүріп көріңізші, аяғым жерге тертпей тұр, қақсап тұр, бастырмайды. Онда жедел жәрдем шақырайын. Керек емес. Ренжімесеңіз жақын маңда тұрамын. Көмектесіп үйге жеткізіп тастасаңыз деп өтінген. Жігіт жібекті көтеріп, жақын маңда тұрған көлігіне отырғызған. Сізді әуреге салды ма, бауырым? Айыпқа бұйырмаңызшы, ойламаған жерден ұшық болды. Қолыңызды төлермін деген. О, не дегеніңіз? Ештеңе керек емес. Айтпақшы, менің есімім Алмас деп жігіт қолын ұсынған. Жібек: рахмет, Алмас. Алмас жібекті көтеріп үйінде кіргізіп, диванға отырғызып, жағдайын біліп тұрмаққа нөмірін алып жөнін кеткен. Тайып кеткен тобығын салдырып, өзіне оралған келіншек болған оқиғаны есіне алған. Алған да күлген. Іштей жігітпен ұялған. Қарулы екен. Дік өткізіп көтеріп алды. Түлкі алған бүріктей келіншек өзін түсінбей отыр. Жүрегі дүрсілдегендей, көңілі албұратқандай, жан дүниесі Алмастың құшағына қайта кіргісі келгендей,
құрысын жас бала деп өз ойын көзі үріккен. Айнаға қараған әжімдерін тараған, іші әлеміне үңілумен қорыққан, көз алдына жас жігіттің бейнесі келе берген, бейтаныс бейнеден қашқан. Жағдайыңызды біліп тұрамын деген Алмас хабарсыз кетті. Ойда жоқта жолықты да тыныш жатқан жүректі тулатып кетті. Жібекте қалыпты тірілген араласып ұмыта бастаған. Баяғы бақта күнде жүгіріп жүр, жігіт көзіне шалынбайды. Естен шыға бастағанда Алмастан хат келіпті. Хатында: армысыз Жібек ханым, әбден сауықтыңыз ба? Көптен хабарласа алмай кеткеніме кешірім сұраймын. Шетелге сапарға барып, кешке келдім депті. Жібек хатты бірнеше рет оқыды, не деп жауап берерін ой елегіне өткізді. Ақыры амандық білдіріп, қарыздар екенін айтып жауап берген. Жігіт жылы қабылдапты. Жібек ойлана келе, өзіне көмек қолын созған азаматты кешкі асқа шақыруды жөн санаған. Алмас қуана келісіпті. Рестораннан шыққан екеуі кешкі қалада жаяу серуендеуді жөн көрген. Жақын таныса келе, жігіттің өзінен 20 жас кіші екенін аңғарды. Алмас әйелден мүлдем жеке басын қатысты жайттарды сұрамады. Өзі сұрамаған соң Жібек те қозғамаған. Жібек үйіне жеткізген. Алмас қоштасып үйіне қайтты. Үйге кірген соң мазасы кетті. Сол жақ кеудесін ауыртатындай, мүмкін ғашық болып қалдым ба деп ойлаған. Ғашық болудан да қорыққаны. Жас балаға не деп ғашық болады? Теледидар қосқан бір келіншек ән сап жатыр. Ұйқым келмейді, махаббат па мәза бермейді дейді. Дәл Жібектің қазіргі күйі: ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді. Осы әуенді 10 рет қайталаған. Айнаның алдында ұзақ жүрді. Ақыры қолына телефон алып, WhatsApp'пен хат жазды. Тамаша кеш үшін рахмет Алмас. Гүлің сондай әдемі екен, қуанып қалдым. Иісі қандай керемет, әлі иіскеп жатырмын. Гүл көзіңіз секілді әдемі деген жауап кепті. Күлген қуанған. Менің иісімді қайдан білесің деп батылданған. Өткенде көтергенде бойым сіңіп қапты. Содан соң ұмыта алмай жүрмін депті. Мә, саған рас па? Қашан өтірік айтып едім депті. Келіншек қысылып қалған. Одан сайын алаулатқан төсегіне сыймаған. Қарулы екенсіз, сол кезде мені бұрып алдыңыз ғой деп жазып жіберген. Жігітке батылдық пайда болса керек, қазір барып бұрып алайын ба депті. Жібектің тұла бойы өртеніп кетті. Бұл сәтті ұзақ күткендей жоқ дей алмады. Аздан соң есігін қоңырауы шылдыр етті. Міне, құрметті оқырмандарым, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.